Жай механизмдердің барлық түріне ортақ механиканың алтын ережесі деп аталатын қағида: жай механизмдерді пайдаланып күштен қанша есе ұтсақ, жолдан сонша есе ұтыламыз. Келесі. Құдықтың су көтергіш құралдарының құрастырылуы жай механизмнің қай түріне жатады? Ол бізде иін тірек түріне жатады. Су көтергіш құралды жай механизм түрінде пайдаланудың ерекшелігі неде? Су көтергіш құралдан біз күштерін ұтыс аламыз. Келесі. Суретте иіндіктің сол жағы иініне 40 ньютон күшті АБВГ және Е нүктелеріне түсіргенде иіндіктің тепе-теңдікте болатын немесе сағат тіліне бағыттас қарсы айналатын анықтаңыз. Енді қараңыздар, бізде 40 ньютон күшті мынау А нүктесіне түседі, Б нүктесіне, В нүктесіне және де Г нүктесіне мына 40 ньютоннан түсіп отырады. Енді бізге айтады, мына жақта қараңыздар, 6 килограмм жүк, оның жалпы ауырлық күші 6 көбейтілген 10, яғни G-ға көбейтеміз. 6-ны 10-ға көбейтсек 60 ньютон. Ол бізде мынау иін тіректен 2 метр ары қашықта тұр. Сонда 62-ге көбейтсек 120 ньютон көбейтілген метр. Мынаның күш моменті 120 ньютон көбейтілген метр болады. Енді біз А-мен істейік. А нүктесіндегі күш моменті қандай болады? Мына бірақ не тұр? Ол бізде айтып тұр. Иін ұзындығы әр бөлік 1 метр. Не? Мына бөлік 1 метрге тең. Сонда қараңыздар, 40-ты 1-ге көбейтемін. Себебі 40 ньютон ғой жүктің салмағы, энергия түсетін. 40-ты 1-ге көбейтемін, 40 ньютон көбейтілген метр күш моменті. Ал біз мына есептегеніміз ол 120 ньютон көбейтілген метр. Сонда өзі мынау М деген күш момент үлкен болып тұр. Дұрыс па? Сонда сағат тілінің бағытымен бағыттас. Неге? Себебі мынау оң жақтығы үлкен болды ғой, оң жаққа қарай былай ауытқиды. Былай қарай ауытқиды. Сонда сағат тілімен бағыттас айналады. Енді мына Б нүктесіне келейік. F көбейтілген ЛБ. Яғни 42-ге көбейтсек 80 ньютон көбейтілген метр. Мынау оң жақ қайттан полигон не істеді? Күш моменті ұтып кетті. Сонда сағат тілімен бағыттас қайттан айналады. Енді мынау В нүктесі. F көбейтілген ЛБ. 40-ты 3-ге көбейтемін, 120 ньютон көбейтілген метр. Яғни мынау біреу, 3 бөлік. 3 бөлік 3 метр. 40-ты 3-ге көбейтемін, 120 ньютон көбейтілген метр. Тоже мына жақ оң жақта 120 көбейтілген ньютон метр болды. Екеуі бір-біріне тең болды күш моменті. Значит, бұл жерде тепе-теңдік болады. Ал енді мынау Г нүктесінде бізде қараңыздар, 4-ші бөлік, 5-ші бөлік, мынау 6-ші бөлік. 6 бөлік бар. Сонда мен 40-ты 6-ға көбейтемін, 240 ньютон көбейтілген метр. Ол бізде мынау оң жақтағынан үлкен болды. Значит, бізде ол жерде уже сағат тіліне қарсы айналады. Келесі. Суретте иіндіктің көмегімен массасы М жүкті H биікке көтерген дейді. Пайдалы жұмысты анықтаңыз. Ол пайдалы жұмыс бізде именно мына жүкті H биікке көтергенге тең болады. Пайдалы жұмысымыз. Ол бізде mgh. Сонда H-ымыз 10 см. 10 см деп отқан ол 0,1 метр. Не? 0,1 метр. mgh G 10-ға тең. Масса бізде жүктің массасы 20. Есептейтін болсақ, бізде 20 джоуль болады пайдалы жұмыс. Ал толық жұмыс. Толық жұмыс бізде F көбейтілген L. Яғни F деп отқанымыз ол 25 ньютон. L 1 метр. 25 1-ге көбейтсем 25 джоуль болады. Иіндіктің пәгін анықтаңыз. Пәк деп отқанымыз ол А пайдалы бөлінген А толық көбейтілген 100%. Сонда біздегі нақты пайдалы жұмысымыз ол 20, ал толық жұмысымыз 25. Көбейту 100%. 20-ны 100-ге көбейтетін болсам 2000 25-ке бөлсек 80% болады екен пайдалы әрекет коэффициенті. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау болса каналға тіркел, лайк басып қоңырау шашылмасын. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.